Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Есімім Гүлфия. Бүгін сіздермен ерекше кешкі ас дайындаймыз. Ол үшін тауық етін ұзынша етіп тураймыз. Мен бұл тамаққа 400 грамм тауық етін алдым. Енді өздеріңіз мөлшерлеп аласыздар. Барлық тауық етін турадым. Енді пияз тураймыз. Мен бір пияз алдым. Осындай орташа пияз. Пиязды да соқтап тураймыз. Содан кейін болгар бұрышын тураймыз. Мен қызыл түсті бұрыш алдым. Негізі өз қалауларыңыз бойынша қандай бұрыш бар, сондай түсті бұрыш қоссаңыздар болады. Барлық бұрыштың дәмі бірдей. Бұл енді тәтті бұрыш. Видеода көрсетілгендей сақтап тураймыз. Негізі бұл тамақты орыс тілінде вок лапша деп атап жатады, қазақша вок кеспе. Бірақ вок кеспеге қара құмық кеспесін қосады. Ал бұл тамаққа мен шпинаттың кеспесін қосамын. Тек сол жерде айырмашылығы ғана. Бірақ жасалу жолының барлығы тура вок кеспесі сияқты. Сәбізді де ұсақтап тураймыз ұзынша етіп. Енді чеснок тураймыз. Мен тамаққа чеснокты көп мөлшерде қосқан жақсы көрем. Кез келген тамақтың дәмін шығарып тұрады чеснок. Енді сіздер 2-3 чеснок қоссаңыздар да жеткілікті. Чеснокты ұсақтап тураймын. Табаға сұйық май құйып, май қызғаннан кейін тауық етін салып, жақсылап араластырамыз. Жоғарғы отта араластыру керек. Толығымен жаңағы суы кетіп еттің. Түсі кішкене өзгеріп, жақсы қуырылғанға дейін. Содан кейін пиязды қосамыз. Пиязды етпен бірге жоғарғы отта қуырамыз. Жақсылап араластырамыз үнемі. Негізі тез қуырылады. Содан кейін сәбізді қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып қуырамыз. Негізі бұл тамақ тез дайындалады. Болгар бұрышын қосамыз. Көкөністі қосқан сайын жақсылап аздап қуырып аласыздар жоғарғы отта. Және ең артынан чеснок қосамыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Бұрыш, паприка қоссаңыздар болады, немесе басқа да приправалар қоссаңыздар болады. Мен тек тұз қостым. Және бір үлкен қасық соевый соус қосамын. Егер терияки соусы болса, тіптен жақсы қоссаңыздар болады. Менде дәл осы уақытта терияки соусы болмады. Мен соевый соус қостым. Сонда да дәмді болып шықты. Енді кеспесін дайындаймыз. Қайнап тұрған тұзды суға осындай шпинат кеспесін саламын. Егер сізде қара құмық кеспесі болса, соны пісірсеңіздер болады. Суға салғаннан кейін бірден қақпағын жаппаймыз ыдыстың. Жақсылап кеспені араластырамыз суда. Бір-біріне жабыспау керек. Жабыспай жақсы пісу үшін араластырып, жаңағы жабысып тұрған кеспені бір-бірінен ажыратамыз. Бұл кеспе тез піседі, 3-4 минутта дайын болады. Дайын. Енді осы кеспені алып, бағанағы біздің дайындап қойған тамағымызға қосамыз. Жақсылап араластырамыз қосқаннан кейін.
жақсылап араластырамыз. Біздің кешкі ас дайын, өте дәмді, ерекше болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Осы рецепт бойынша кешкі ас дайындасаңыздар, осы видеоның астына лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.